Достар, бүгін біз не істейміз? Фруктылар жейміз. Иә, әртүрлі фруктылар дәмін көреміз. Бізде мына жақта не бар? Бұл бізде помело. Иә? Иә. Мынау не бізде? Папайя. Иә, папайя бұл деген. Мынау не бізде? Груша. Иә, бұл деген бізде груша, китайский груша ма, бірдеңе, иә, осы местный груша. Мынау не бізде, ая? Алма. Иә, бұл деген бізде тайландский алмалар. Олардың қазір бүгін дәмін көретін боламыз. Мынау бізде... Дракон іші ақ. Иә, dragon fruit. Бұның іші ақ болу керек. Иә, мана себебі алған кезде бізде жазылып тұрды. Іші ақ деп жазылып тұр. Так, мынаны кім біледі? Мен білмеймін атын. Мен білмеймін, ұмытып қалдым атын. Ол деген лаймонға ұқсапты. Иә, лаймонға ұқсапты. Лаймға да ұқсайды, бірақ лайм емес. Қазір көретін боламыз. Так что, сосын аңғараңыздаршы қандай бар. Сырттан да не, жыланның терісіне ұқсайды, иә? Иә. Еще иісі бір, қандай иісі? Иісі қандай? Тәтті. Тәтті ма? Қандай, иә. Тәттінің сосын қышқылдың дәмін иісін береді. Сосын мынау бізде мангустин деген. Мангустин деген қазір барлығын ашып көрсететін боламыз. Сосын бұл бұтақ бізде не еді бұл? Бұл личиге ұқсайды, бірақ личи емес, личиге ұқсайды дәмі деген. Так, бүгін қайсыдан бастаймыз, қыздар? Қайсыдан бастайық? Мынадан ба? Жарайды. Қазір салфетка алып алайық алдымызға. Айкөркем, бір бөлек көрейік. Қайсы ұнаған, соңын айтатын боламыз. Қай жеміс кімге қатты ұнаған айтатын боламыз. Иә? Іші деген бүйтіп ашылады бұның деген. Іші арақты, сырты оңай ашылады. Виноград сияқты. Иә, дәмі виноградқа ұқсайды ма, иә? Жұмсақ іші деген андай көріп бөлді. Ортасынан мындай пашағы бар. Пашағы. Ая, дәмі қалай? Күшті ма? Аяғы ұнады әйтеуір болса. Айкөркем, дәмі қалай? Маған тәтті да бақ. Оны кеше жедім. Иә, кеше жедік бұны, өткен дәмін жеп көріп алдық біз деген. Қазір давайте наны көрейік онда, мангустинді. Өткенде осының конфетасын жедік қой. Қара. Естісің ба? Сен шайқа көрші ме? Ая шайқа көрші бүйті. Нан шайқа міне, нан шайқа. Мына бой қозғалыпты. Иә. Естідің ба? Кәдімгі іші деген, бүйтсең шайқалып тұр ішінде деген. Бұның біз алдыңғы жолы жегеміз, бірақ бұл жақта емес. Өткенде достарымыз неден Вьетнамнан әкеліп берген болатын бізге. Бұны бүйтіп ашамыз, аңғарыңдар. Мінекей. Ішін ашсақ, неге ұқсайды? Естіңдер ма? Иә. Неге ұқсайды бұл? Конфетке бақ, конфеттің сүті осындай деді тұр. Сосын бұл деген ішін қарасаңыздар, аңғарыңдар. Чеснокқа ұқсайды, иә? Қазір бұлай қабығын ашамыз. Пышақ керемес аңғарыңдар, бөлініп жатыр. Вау, аңғарыңдар. Көрдің бе? Давай бір бөлігін үзіп ал. Жұмсақ ба? Ая, давай бір бөлігін бөліп ал. Алай ұстата берсін кәді аламыз. Дәмді. Да? Ұтпай, мен енді үлкен бөлігін бөліп алайын өзіме. Маған қысқыл. Қышқыл не екен? Күшті ғой? Не? Күшті? Кім жейді тағы да? Да. Ай, жейсің ба? Күшті болса да. Ой. Давай. Бұл бізде мангустин болды. Жаңа бірінші бұның атын білмедік. Личи сияқты. Соңында қазір... Личи ма? Окей, личи болсын бүгін бізге. Аяма жақ қой. Үшім. Мынау бізде бірінші жеміз. Одан кейін мынау бізде мангустин. Қазір соңында айтамыз қайсысы ұнаған бізге, иә? Так. Давайте наны жек көрейік. Алманы тайландский. Маған қысқыл.
Да? Бірақ дәмі күшті ма? Қышқыл болса да. Мен мына тайландский алманы әлі жеп көрген жоқпын, мына қараңыздар. Алмасы. Да? Алмаға ұқсай ма дәмі? Мен жеп көрмедім, қыздар жеп көрді. Мінекей, қыздарға қазір жей беріңіздер, дәмін. Соңында дауыс береміз, қай жеміз күшті шыққан. Дәмі қайсынікі күшті екенін, иә? Наныкі дәмді емес. Дәмі шықпай кетті. Маған тәтті. Сен дәмі жоқ қой, ә? Тәтті ма саған? Аяғы тәтті жер қыстой деймін онда. Бұның дәмі жоқ. Ондай бір не сияқты? Алма. Алма? Иә, бірақ бұның дәмі жоқ алма. Бұны біз мында қоямыз. Бұл тайландский алма болды бізде. Үшінші көргеніміз. Маған мынау қызық болып тұр. Мынаны көреміз бе? Бұл жеуге бола ма екен? Аңғарыңыздар? Сырты деген кәдімгідей неге келеді? Жыланның терісі сияқты. Зұм-зұмсақ. Иә, мына бүйтіп көрші, көрдің ба? Балықтыққа неге ұқсайды, көрдің ба? Қықты ма? Ашып көрейік, бірақ мына басынан иіс шығады, енді суы шығып отыр біздің. Қалай ашылып жатыр. Мына жеуге болатын шығар, иә? Фруктылардың қасында тұрды ғой мана. Ал кесеміз ба, не істейміз? Давайте, қолмен ашылады екен. Мына жері кішкене бұзылып кеткен екен, көрдіңдер ма? Ол жерін жемей-ақ қойайық. Қолмен ашылып жатыр мына кәдімгі. Зұмсақ. Күйіп қалған кожа ұқсап, тері ұқсап. Ба, иә? Керек болады. Бүйтейік онда қазір ашып болайық, маңыраңды қалай ашылып жатыр. Мына жері кішкене езіліп кетті, тоқтап кетті. Содан шығар мына кесілетін дәмі кетіп тұрған. Давайте бір-бірде кесіп алайық онда кішкене. Иә? Мына жерін алып тастаймыз. Түрі жаңағы ұқсайды да, мангустинге ұқсайды түрі, бірақ үлкендеу. Мынаған ұқсайды түрі, иә? Иә. Так. Әлі жеп отыр бізде. Ашағын жемей оны. Қаласын жеп қойды. Тістеп көріп отыр ма? Иісі дегенде күшті иісі деген. Иә. Татырыңдар, бірге жейміз татырыңдар. Сүті сақты ма? Иә. Маған қатты ішке көшім ұнайды. Ал кішкентай кусок бөліп алдым. Давайте бісміллә жеп көрейік. Жедің бе? Аман ма? Тәтті ма саған? Бізде аяғы тәтті. Андай бір күшті дәм келеді да, бірақ ары қарай басында күшті дәм келеді, бірақ ары қарай жеген кезде уже қышқыл сияқты болып кетеді. Саған қалай дәмі? Көргем? Ұнамады ма? Иә, алма сақты. Да, бұл да алмаға келе ма саған? Бұл деген бізде не болды? Ой, болды. Аты жоқ болды бұды бізде. Атын қарамадық. Бірақ Онда жеп көрмедік біз. бірақ несі күшті, түрі бөлек. Енді бізде мынандай жемістер бар. Лимонға ұқсайды дедік, иә? Үлкендеу түрін алып кесіп көрейік. Себебі кішкентайы піспеген болуы мүмкін. Кәдімгідей осындай нелермен сатылады, сабақ болып осы ағаштарында, иә? Ол сияқты манағы личиіміз сияқты. Так, оппа, жайлап көрейік. Ой. Мына бет қабығын ашайын сәттіммен. Бұл неге ұқсайды біріншіден піспеген өріктері болады ғой, абрикостар. Енді пісілдеп тұрған. Осын бесікте болады жоғада. Ағашта өсе ма, персиктер де.
қазір. Алма сақты. Алма ұқсай ма тоже түрі? Қазір қарсақ Ол берейін. жеп көшем. Бастап бердің ба? Ая саған қалай? Күшті ма? Аяға бәрі ұнайды үшін. Күшті аяға бәрі. Айтып тұрмын ғой. Жаңағы абрикос бар ғой, енден пісейін деп жатқан соған ұқсайды кәдімгі. Дәмі де соған келеді. Ортасында неге мынандай болады, несі жоқ, қатты қашағы жоқ ортасында. Пап, ағым барды жеп көйікші. Қайсына? Ананы. Наны ма? Давайте драконды көрейік, іші ақ па, қызыл ма? Ая, сен қандай деп ойлайсың іші? Қандай деп ойлайсың? Давайте. Айкөркем ақ деп отыр. Сен қандай деп ойлайсың? Қызыл ма? Давайте көреміз. Ақ болу керек негізі. Мен ғана алып жатқан кезде ақ деп тұрды. Кеттік ақ. Пісақпен асыш. Кетсе ашылмайды ол ма? Пісақпен асыш сонда. Да? Абайлаңды. Ақ сияқты іші. О, ағы! Өткеннен бері Айкөркемнің ағын жегісіге жүрді, қызылын жедік, смузиін іштік. Кеше деген осындаймен қызылмен ақ болды. Да? Ол драгон фрут. Неге драгон фрут? Кеше сондай деген дыстат болды ақпен қызыл. Иә? Қай жақта көрдіңдер? Аны Малайзияда. Супермаркетте ма, ана? Себебі қазір біз Малайзияда жүрміз ғой, е? Басқа Малайзияда жүрміз. Басқа Малайзияда? Жоқ, сол бір Малайзия ғой. Просто не? Басқа районда жүрміз. Басқа ауданда жүрміз. Кел? Так, маңын қараңдар. О, прям күшті жұмсақ болып тұр. Қолмен ақ ашылады маңға. Ями ма? Көреміз, ями ма, ями емес па. Оппа. Оп. Маған деген ана ұнады. Қайсың ұнады ма? Окей, қазір мінекей сіздікі как төтірміз, бізді күтіңіз. Ая, мынау сіздікі. Күтекі бар. Бәріміз бірге дәмін көреміз қазір. Қызылмен бірдей екен, дәмі басқаша екен. Ал кеттік ақ. Дәмді. Бұл не екен, я? Бұндай. Қалай айтсам ба? Сочный екен бұл деген. Сога деген кәдімгі. Күшті білініп тұр. Ана қызылда деген қою болады да қызыл түрі. Бұл деген прям. Ой. Жебір әлі ештің етпейді. Прям. Бұндай. Онда кеше жеп көрдік алдында Алматыда. Да? Қызыл түрін жегенбіз, о жақта да алдымызда мусорды қараңыздар. Алып тастайық мусорды, иә, былай қарай. Шамам көп қалатымыз. Давай. Мне зақ. Тағы салт етіп қалайық. Менде жазақ. Тәуелсіз сендердің алдарыңда, жоқ қойыншы, шамам болып тұр көкөз алдында. Енді кезек бізде груша. Китайский груша ма, ол жақтың местінің грушасы ма, гибрид. Алмаға ұқсайды, түрі, е? Қараңдар, түрі алмаға ұқсайды, бірақ бұл бізде алмұрт, алма емес. Қазір дәмін көретін болғандықтан маңда іші де, дәлесін тек сырты ғана басқаша. Алмаға ұқсапты мына алмаға. Иә, бірақ иісі кішкене бір иіс береді. Менікі сияқты, алмұрттыкі сияқты. Алмұрттың ісі деген алмаға ұқсапты. Иә, кеттік. Жеп жатсыңдар ма? Көріңдер ал. Ванда. Yummy. Иә. Прям не сочные. Что? Прям күшті. Ұнап жатыр ма сендерге жемістер? Иә. Күшті екен мына алмұрт. Маған ұнады.
дәмдерін естеріңе сақтап отырыңдар. Соңында дауыс береміз кімге қайсысы ұнағанын. Иә? Ал бізде енді папайя қалды және помело қалды. Помелоны біздер ошаққа келіп жеп көріп жатырық. Дәмін прям білмеймін қазір айтатын боламыз. Мынау папайя бұның ішіндегі мына бұрыш деп қойған бұрышқа ұқсайды. Бірақ дәндерін қолданады екен, бұрыш ретінде қолданады ошақтың тұрғындары. Бірақ та біз оны жемейміз. Кәдімгі ащы перец сияқты. Я сосын деген қаласын бекетті ішінде ой. Иә. Несін алып, бүйтіп бөліп тастауға болады, ішінен, иә? Бүйтіп пық етіп, екеуі бөлініп шығады кәдімгі. Көріне ме екен бұлай, қара домалақты бүйтіп пыс етіп жасаңыздар. Бөлінді ма? Бүйтіп соғы шығады да, қабығымен жарылды ма? Қабығымен несі бөлініп шығады тұқымы. Осыны уатып, бұрыш ретінде қолданады екен. Көріп тұр ма? Көріп шықты ма сәсенінде? Окей, давайте папайяның дәмін көрейік. Кеше жеп көрдік. Иә. Сықтап кетті. Папайяның дәмін көрейік. Көкем алып ал өзіңе. Аяқ алып ал. Папайя енді не сияқты? Ондай қатты дәмді емес, тәтті емес, ондай қатты иә. Бірақ неге ұқсайды дәмі? Неге ұқсайды? Асқабаққа ұқсайтын сияқты. Асқабақ білесің бе, жек көрдің бе сен асқабақ? Тәтті ма? Аяғы бәрі тәтті, бәрі қышты вообще. Мен асқабақты жеп көрдім, бірақ қандай екенін білмеймін. Білмей ұмытып қалдың ба? Не ғана? Пампкин ғой. Мультиктерден Хэллоуинге қойып қояды ғой, бүйтіп. Панкейк емес, пампкин. Панкейктің түсі деген мынандай болады. Иә. Жейсіңдер ма? Иә. Алып жеп алып. Нанды алып. Алға көкем саған. Онда қатты не жоқ? Тәттілік жоқ папайяда. Бірақ жұмсақ. Мне кажется, тістері жоқ адамдарға күшті сияқты. Папа, жаңағыны мен жеп көрген соң мынандай шықты. Мен оны жеп қойдым. Бұл енді бізде қалған помело. Бұл енді өте ерекше. Біз ошаққа келіп, осының дәмін көрген болатынбыз. Ал кеттік. Бұны біз деген осы уақытқа дейін тек не ретінде жек көрдік. Кеткен жеміс бар ғой, сухофрукты. Сода жек көрген болатынбыз. Қатты кесіліп жатыр ғой. Дауысын естіп жатсыздар ма? Андай бір не сияқты? Терін естіп жатқан сияқты қараңдаршы. Аяғы дәмді, маған дәмді емес. Мынаның іші бар ғой, мына қараңдаршы, қабығын кәдімгідей. Мынандай қалыңдықта бар. Біз сухофрукты болып, сонда осыны жеп жүрміз ғой, мына мякіт. Ішіндегі мякіт деген кәдімгі енді. Мынандай көрінбей ма, көрінбей ма қараңдар. Мына жерде апельсиннің мякіттері бар ғой, соның үлкен түрі ғой кәдімгідей. Оны біз жейміз, қалай жейміз? Бүйтіп алып жейміз. Ау. Көрініп тұр ма? Қайсы? Ой. Не көрініп тұр ма? Сен ба? Видеода ма? Көрініп тұрсың? Сәлем жолдап жүр бәріне. Иә. Біз бұны бүйтіп аламыз, сосын кусоктарын қараңдарына көрініп тұрса. Маған ұнады. Ұста. Көкем дейсің бе сен? Иә. Аяғы кірісіп кетті. Салқын күшті болып тұр. Ағын жемейміз.
ағы деген мына жері қандай мякоть сияқты, жұмсақ кәдімгі мінекей қолын бассаң губка сияқты, иә? Басып көрші. Губка сияқты. Иә? Ая? Басып көрші. Жұмсақ па? Губка сияқты кәдімгі. Қатты. Қатты екен. Тәтті. Иә, помела деген енді кәдімгідей ондай тәтті несі жоқ, прям алып бара жатқан тәттілігі жоқ, бірақ та грейпфруттың тәтті түрі деп айтсам болады. Грейпфрутты жеп көрсеңіздер, дәл осындай нелері қарасаңдар, мякоттары дәл осындай шығады кәдімгі нектарлары. Мына жері жоқ жұмсақ. Маған дәмді емес. Дәмді емес па? Дәмді емес, ондай алып бара жатқан тәтті емес, бірақ андай не, сочный. Кішкене кислинки несі бар, бір оттенкісі бар, бірақ андай не да. Аянысы тәтті болса, қышқыл болса тәтті деп еді. Ая бізде қышқыл жақсы көреді. Күшті. Лимон да одан да қышқыл. Күшті. Ұнады маған. Сендерге ше? Қайсысы ұнады? Күшті ма, помела? Окей, давайте. Қазір енді дауыс берейік. Біз жедік, неше фрукты жедік, давайте санайық Ая. Айкөрген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Йо, біз деген 9-ын жеп тастап қойдық. Ау. Ұнады ма? Ұнады ма осы саған? Қатты ұнап қалды ме? Окей, біз бәрін жеп болдық. Енді біз деген қай фрукты қатты ұнады, сол бойынша дауыс беретін боламыз. Бірінші бізде Айкөкем бастасын, иә, Ая, да? Окей, Айкөкем саған қайсысы ең қатты ұнағандарды көрсетші маған? Маған бірінші личи. Ой, иә, мінеки бізде личи. Окей, Айкөкемге ұнапты личи. Жақсы. Сосын деген мынау. Мангустин. Мінеки мангустин. Күшті, тоже. Сосын маған ақ ұнады. Драгон фрут ұнады ма? Иә. Драгон фрут, иә, өте сочный күшті, иә? Иісі де кәдімгі тұрап тұр. Сосын? Сосын мынау ұнады. Мынау ма? Төртінші. Окей, мен Айкөкемге 4 жеміс ұнапты, иә, сонда? 4 фрукт ұнапты, иә? Күшті. Окей. Сосын Тағы да? бесінші. Помела ұнапты еще Айкөкемге. Все, хорошо, жақсы. Ая сағаншы? Болды ма? Тағы қайсысы? Мынау. Мынау да ұнады ма саған? Күшті. Сонда саған бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, төртінші орын, бесінші, алтыншы орын бересің ба? Окей, good. Окей. Қайсысы? Аяға папайя, сосын? Мама? Осы ұнады ма саған дәмі? Жек көргенде? Мынау үшін ұнамады ма, драгон фрут? Енді айтсай, сол сұрап атып қой бізге қазір. Еще помела ұнады саған. Ұнады ма? Айтсай ұнағандарды. Окей, енді маған бірінші ұнағаны, мен үшін бірінші орында помела. Себебі бұл деген прям күшті. Осы уақытқа дейін тек қандай кепкен түрін жеп келдік, ал қазір прям свежий, сочный фрукт екеніне көзім жетті. Өте маған бірінші орында именно жемеген фруктілердің арасында, потому что біз осыған дейін красный драгон фрутты жедік, мұндайды өткенде жеп көрдік мангустинді, бірақ мангустин тоже маған өткенде қатты ұнады. Қазір де қатты ұнады, дәмі прям күшті екен. Өткенде вьетнамдықпен жегенмін, қазір именно осы малайзиялықпен жеп отырмын. Иісі прям күшті жатты. Так, сосын папайя мен үшін как бы не фрукты ретінде қарай алмадым, себебі ешқандай дәмі жоқ, асқабаққа ұқсайды. Так, сосын мынау ұнады маған тоже. Личи. Асқабақ деген айналатын. Айналатын? Қандай айналатын? Ана Хэллоуин болған соң кешеді де, сосын монстр болады. Иә, биттен кесіп қояды ғой, иә? Бірақ біз Хэллоуинді тойламаймыз, иә? Тойламайды. Осылай маған осы помела, мангустин және личи ұнады. Все, барлығын жеп болдық, иә? Енді қалғанын кім жейді? Мама мен жейміз, иә, бәріміз жинаймыз мына жерде ұстап, иә?
Окей, онда келесі көріскенше барлығымыз не дейміз? Сау Сау болыңдар. Каналға тіркеліңіздер және подписаться ұмытпаңыздар. иә, подписаться ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, қолдап кетіңіздер. Көріскенше.